düşpеген сәл қайғылы жаным сан бар екен бестеген сол жайлы бұл әнім жолымен бес арыстан жүремін жігіттің бес парызы тірегім мен соны бес саусақтай білемін еркесі бес күн жалған дүниенің қазақтың бес тармақтау едім сондықтан бес бармақтау сүйемін мен өмірді доспенен тең бастаған жанмын сен бәріне бес берем ең жақсы адамдарым жолыммен бес арыстың жүремін жігіттің бес парызы тірегім мен соны бес саусақтай білемін еркесі бес күні жалған дүниенің қазақтың бес тармақты ол едің сондықтан бес бармақтай сүйемін жүремін жігіттің бес парыз ау тірегім мен соны бес саусақтай білемін еркесі бес күн жалған дүниенің қазақтың бес тармақтау едім сондықтан бес бармақтау сүйемін атадан бес асыл өз көргенін аңсапты бестің жаяу жеңгенін тыңдайтын бес байыптың әндерін атадан бес асыл өз көргенмін аңсапты бестің жаяу жеңгенін тыңдайтын бес байыптың әндерін тыңдайтын бес байыптың әндерін беу тойларыңыз құтты болсын. Алтыным баурайды балтыным бәрекелді, рахмет ал енді құрметті қонақтар, сіздер бүгін екі жастың отау құрған күніне куә болып жатқан жайларыңыз бар. Дегенмен де осы махаббат дастаны қалай басталғанын сіздердің алдарыңызға көрсету үшін арнайы love story жасаған екен ендеше, сол love story'ді назар аударсақ бәрекелді ендеше, осы ресторанның үш бұрышындағы көгілдір экранға назар аударсаңыздар, бүгінгі жастардың махаббат дастанының басталғанына куә болсаңыздар, құрметті қонақтар. Кеттік ендеше, свет өшірсеңіздер, бәрекелді. Ерекше әлемің жүрекке әнедің бояусыз өмірді сен келіп сәндеттің әнімнің әуені өзіңе дәмелі шын сезім бақытты тек саған тән еді жанымның айқайын тек саған айтайын ұғынсаң қасыңда боламын әрдайым сөзіме сен менің сен ғана керегі сендіріп бағыма келе ғой жаныма өтсе де аз уақыт айналдың барыма боламын қасыңда сезімді жасырма қолымнан ұстап ұшам десең алысқа сезім зымырап қолаштайды ғарышқа дәл осы тұста жақын демес алыста болғаннан соң ғашық қолымнан ұсташы
Kolumdan ustaşı, kolumdan ustaşı. Aşık kıp senine, dem berdiň anime. Aynaldın kezdesip ömürdiň männine. Baskaga könbedim, tanasım sen dedim. Jaraly yürekde sen gelip emdetdin. Janymyň aýkaýyn tek sagan aýtaýyn. Ogunsaň kasyňda bolamyn her daýym. Sözüme sen menden, sen gana keregim. Sen berip bagıma kele koy janıma. Ötsede az vakit aynaldın barıma. Bolamın kasyňda sezimde jattırma. Kolumdan ustar oşan desen alıska. Sezim zamarar kolaştaydı karışka. Däl osa dostar jakyn demes alysta. Bolgandan soň gaşyk kolumdan ustaşı, kolumdan ustar oşam desen alyska. Sezim zamarar kolaştaydı karışka. Däl osa dostar jakyn demes alysta. Bolgandan soň gaşyk kolumdan ustaşı, kolumdan ustaşı. Oh, kolumdan ustaşı. Janım senin gözünde bar alemning moňa bar ay. Janım senin dağsında anlaşımның öne bar ay. Senin tabigatыңdan tаңgajaýyp bul elem. Meniň mahabatımda estilerip bir avel. Janlarımның dinesi yüregimde saktadım. Senden suludy bu gasırda tapmadım. Sol sebepti men sagan aşıktırday gımardan. Seni gana angsagam, sen şun magan şun aytamam. Sen şun magan şun aytamam. Seni ağalaymam aytamam. Sağıngan asır aytamam. Bölmesini yeneyim dep aytypatyn sekildi ay. Ayda yüzün köreýin dep gün şugatyn sekildi ay. Senin tabigatыңdan tаңgajaýyp bul elem. Meniň mahabatımda estilerip bir avel. Janlarımның dinesi yüregimde saktadım. Senden suludy bu gasırda tapmadım. Sol
Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Рахмет, ендеше осындай қошеметпен 2 жасты ортаға шақырайық, бәрекелді. Абай өзінің келінімен бәрекелді. Келіңіздер ғана көрді. Келіншегімен де. Бағала жаным азаматыңды, бабында ұста қазанатыңды, әйелден ерді биік ұстаған. Жастарға қошемет қайда, жастарға ғанеке? Жастарға қошемет! Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал, басым ауырса, бал мененде бал, 5 күн жалғанда, шаттықпен бақыт. Ал Абай, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, бәрекелді. Қолыңызға қондырған қысыңыз құтты болсын деп қойық, бәрекелді. Бағана айтып жатыр қой, жұртыңыздың түгенделгені құтты болсын, бәрекелді. Бір басыңыздың екеу болғаны құтты болсын деп енді қазақ жалғастыра береді ғой, бәрекелді. Ең бастысы берекелі қайырлы болсын дейміз, бәрекелді. Жастарға бір қошемет ұрып қойықшы, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Енді осы махаббат дастанның қалай басталғанына куә болдыңыздар, құрметті қонақтар. Ал бүгін 2 жастың отау құрған күніне куә болып жатқан жайларыңыз бар. Ендеше осы 2 жастың жүрген жері ақ болсын деп, отқан жерлері тақ болсын деп, бастарына қонары тек қана бақ болсын деп, татқандары тек қана астың адалынан болсын деп тәтті торт пісірген екен. Ендеше сол тортты әдемілеп ортаға алдырайықшы, бәрекелді. Әкеліңіздер тортты ғанеке ортаға. Светті жүртіңіздер, осындай да қошемет ұрып жатыр екен. Рахмет. Мына кісі жеңгеңіз ғой, бағанан бір 2 жас бір-біріне жүзік тақсын деп отыр. Қарасам қолыңда әлі тақпаған секілдісің, сол енді жүзікті тағу рәсімін өткізіп алайық, бірінші содан кейін тортты кесе жатарымыз бар екен. Ал, әкеліңіздер. Жеңгесі тағады ғой, деймін, қателеспесем. Ал, келіңіз шақырып отырмын. 2 жастың бір-біріне жүзігін беріңіз, ұсынып. Ай, бәрекелді. Ал, Абай өзінің бірінші келіншегіне Насибаға әдемілеп ақ жүзікті тағып қойсын, осындай да қошемет ұрып отырсаңыздаршы, бәрекелді. Емдеп алдың ескі жарамды, мен де сенің барың боламын, бағың боламын, жаның боламын, жарың боламын. Сенімен мағыналы мәнді менің өмірім, менімен жайламады сенің нәзік көңілің, бірімізге біріміз тағдыр таңдап. Достар, айғай-шу қойды ғанеке. Армыз біз секілді. Сенің жаныңда шынайымын мен, жадыраймын да шынайы күле. Ал, маңдайдан бір ескек қойыңыз, бетіне сүймеңіз, бет оқып кетеді. Рахмет, ай, бәрекелді. 2 жасты құттықтап бір қошемет ұрып қойыңыздар, бәрекелді. Жарық дүние жалғанға сүйем тек бір өзіңде. Рахмет. Ал енді ортамызға торт келді ғой, бәрекелді. Үйдің отағасы ол Абай болғанмен де кухняның иесі, яғни асхананың иесі ол ертең Насиба болады. Сондықтан да пышақты Абайға ұстатпай қойын, Насиба өзіңіз бір қолыңызға пышақты алсаңыз, бәрекелді. Пышақты алсаңыз, сіз сол Насиба ұстаған пышақтың қолдың сыртынан ұстаңыз, бәрекелді. Қолдың сыртынан ұстап, әдемілеп осы торттан. Енді мына жерде бұлай істейік. Мынау Алматы, мынау Қаскелең, мынау станция Шималған. Қай жерде тұрғын келеді, сол жерде кес. Станция Шималған кесіп отыр кәдімгі. Жақсы, ал. 2 тілім кесіңіздер, 2 тілім. Тағы бір тілім кесіп қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Ал, Насиба әдемілеп 2 тәрілкеге 2-ін салып жіберсеңіздер. Тезітеге, уақытша кішкене тығыздау. Рахмет, бұлай, сәлі.
Чет қарты, настай тұрыңыз қолыңызға, аха. Чет алып кете беріңіздер, рұқсат. Ал, енді сұрайын. Бірінші кімге асататын едің мына тортта? Ұзақ ойланған несі? Бірінші кімге береді едің? Жарайды, қинамай қойын. Бұлай істейгі, сен өзіңнің ата-енеңе барып асатып қайт, сіз өзіңіздің ата-енеңізге асатып қайтыңыз, содан кейін орын олмасатын боламыз, тездік қанеге, бірінші. Ал. Нәрсе қой, ане қағырай, аха. Жанашырым мана, дарашыңым мана, барасылым мана, шуағымсың, бағбанымсың әке. Зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Асатпайды сізді, я. Кім келеді ғой? Ата-анамыз өз жерде ғой біздің. Тездейік әреге. Құлағымсың әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын әке. Мен сені Меккеге апарамын әке. Биікке самғайды баптағаным, шынарымсың әке. Өмір берген маған, көңіл бөлген. Ал, Насиба, келе ғой бері, кел. Тезді ғой, келе ғой, кел. Ортаға келе ғой. Ай, бәрі келді. Келіңіздер. Келіңіз. Сүйенішім дара, әке менен ана, байлығымсың. Рахмет, бәрі келді. Ал, келіп тұрыңыздар. Аға, енді бұл 2 жасынағы ары бері жүгіртіп жатыр дейсіз ғой. Ертең сіздерге ары бері жүгіріп жүріп осы астың адалынан таттырып еңбек ететін ұрпақтан нәсіп етсін дейін бәрекел. Сондықтан да тек қана астың адалынан таттырсын бәрекел. Осы Абай мен Насибадан көрген немере шөберелеріңіз бәрекелді. Ал енді жастардың өзіне кезек берейік бәрекелді. Бірінші Абай өзінің келіншегіне асат қойсын. Көптеп алдайды. Қошемет. Ең тамашысы. Рахмет. Абай, тәтті мекен торт? Тәтті. Тағы бер, тәтті деп жатыр ғой. Бер, тағы да бер. Тағы да бер. Күлген несі? Торт тәтті мекен? Тәтті. Тағы бер, тәтті деп жатыр. Тағы бер. Бер. Тәтті дейді, аха. Тағы да бер. Рахмет. Торт тәтті мекен? Әрине. Тағы да бер. Тәтті деп жатыр ғой. Бер, аха. Торт тәтті мекен? Тағы нәрсе бар ма, тағы? Жоқ, нағыласын басқа нәрсен. Торт тәтті мекен? Тәтті. Тағы да бер. Ай, бәрекелді. Торт тәтті мекен? Өте тәтті. Енді торт қой, торт болғанса тәтті болады, я. Я, жақсы. Рахмет. Өткенде деймді, құрметті қонақтар. Бір той басқарып жатырмын. Әлгі жақтың келіні түсіп жатқан, енді осында келіндер ғой, торт асат жатсам. Тамада сенің де еңбегің бар ғой, саған да жұғысты болсыншы деп, маған да бір қасық беріп жатыр. Ана қыз не деген ақылды деймді, құдай-ау. Не деген келін. Таң қалдым бар емес, бірінші рет көрдім бар ғой. Тамада сенің де еңбегің бар дейді мағана. Қой болды десем, саған жұғысты болсын, асада сал деп. Жай айта салайын деген просто іштенген жақ, я. Жақсы, аха. Сон айта салайын деп, не деген просто келін есіме түсіп кетті, ба, торт жеп атқан соң, просто. Рахмет, я. Ба, торт жеп атқан соң есіме түсіп кетті, рас ол. Жақсы, өзім жеп аларым жарайды, я. Рахмет. Өте дәмді болыпты торт. Жақсы, я. Рахмет. Жетті. Наконец-то десең. Barbara Streisand. Ой, рахмет, бәрекел. Енді бүгін бір қасық тортын жесем, ертең бір шыны барып чайын ішіп қайтам деген ойдам, бәрекел. Құтты болсын, бір қошемет қойыңыздар, бәрекел.
Жақсы. Рахмет, енді қолда ала тұрыңыздаршы, я. Ала тұрыңыздар жастарға қарай. Ай, бәрекелді. Рахмет. Қадыр Мырзаның айтатыны бар екен ғой. Әйелім деген бақ гүлім деген секілді, әйелім деген нар гүлім деген секілді, әйелім деген гүл гүлім деген секілді, қатыным деген қасқырым деген секілді деп, я. Сол айтқандай, бақ гүлің, нар гүлің, гүл гүлің, қасқырың құтты болсын деп қойықшы бәрекелді. Бір қошымет қойыңыздар. Абеке, рахмет, енді бір бастарыңыз екеу болған екен, келесі жылы үшеу болсын дейміз бәрекелді. Сол айтқандай, өздеріңіздің ата-аналарыңызға немереден шөбере сүйдіре беріңіздер бәрекелді. Сіздерге Алла соны нәсіп етсін бәрекелді. Тоқта. Қай қасықтың? Әлі махаббат валис бар мына жерде. Ал ендеше келесі кезекті махаббат валисіне берейік бәрекелді. Мына жерге қарай жақындасаңыздар, достары қайда? Әдемілеп қоршасаңыздар, әдемі бір махаббат валисіне куә болсақ. Жібер, маэстро. Sen туралы мәңгілік қалар әнді жазғым келеді әдемі Мона Лиза Достар кесілмейді ғанеге келеді себебі тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді шедевр көңілі бұлғанбаған қиялы ұрланбаған бұлыңғыр бұл әлемде кездеспейтін таза жан санасы уланбаған қанаты қиылмаған дөңгелек дүниеде іздегенім сендей жан идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған жарылмасаң егер қыз болып ән боларың сүйіп тыңдаған идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған музыкасың мінсіз әуені қанша тыңдасам да аз маған ғажайып шытырман толы роман жазғым келеді сені басты рөл қылып оскар алар фильм түсіргім келеді тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау сен туралы тіпті операда жазғым келеді шедевр көңілі бұлғанбаған қиялы ұрланбаған бұлыңғыр бұл әлемде кездеспейтін таза жан санасы уланбаған қанаты қиылмаған дөңгелек дүниеден іздегенім сендей жан идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған жаралмасаң егер қыз болып ән боларың сүйіп тыңдаған идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған музыкасың мінсіз әуені қанша тыңдасам да аз маған қозғаған жаңа әнсің жазбаған жаралмасаң егер қыз болып ән боларың сүйіп тыңдаған идеясың миды қозғаған жаңа әнсің ешкім жазбаған музыкасың мінсіз әуені қанша тыңдасам да аз маған екеуміз бір бақытқа жетіп бәрекелді. Бірден айтасың ба? Барлық қонақтарға көп рахмет. Келгендеріңізге көп рахмет. Ай, бәрекелді, рахмет. Тағы да бірден айтасың ба?
көп рахмет. Жоқ, тағы бірдеңе айтасың ба? Жоқ, не үшін тұрсың деген ғой, мына жерде отырмайсың. Жақсы көрем, емес бұл жігіт желік. Мен сені жақсы көрем, үмітсіз үміттеніп, бір үміт мен алдан шақырды. Құрметті қонақтар, осы 2 жас бақытты болсын дейтіндеріміз оң қол көтеріңізші қанеге. Дәл осы сөзді кез келген тамада айтады, естіп жатсыздар. Түсіре беріңіздер. Кез келген тамада осы сөзді айтады, дегенмен де оң қол көтергеннен немесе сол қол көтергеннен ешкім бақытты болып кетпейді. Егерде абай ұлдарыңыз өздеріңіздің насиба келіндеріңізге дауыс көтермесе, насиба абай келіндеріңізге өзінің даусын көтермесе, міне сонда ғана бақытты болады деп ойлаймыз бәрекелді. Сондықтан да бақытты болсын деген сөзден көрі, бақытты болудың жолдарын көбірек айтсаңыздар деген тілек ниет бәрекелді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Ендеше бақытты болсын деген сөзден көрі, бақытты болудың жолдарын айтат деген ниетте ортаға Әмір ағамыздың барша класстастарын шақырайық бәрекелді. Ендеше айтпай ағамыз бастаған, Конзир апамызға ұстаған, Дәкеш Меңілхал ғой дейме бәрекелді. Рашид Ораз ертіс сында барша класстастарды ортаға шақырамыз. Келіңіздер бәрекелді. Рахмет бәрекелді. Ал, қош келіңіздер құрметті класстастар. Кім бастайды сөзді? Кеш жарық, құрметті қауым. Міне бүгін менің бауырым, әрі класстасым, әрі досым, әрі туысым Әмірдің және салтанаттың қуанышты күніне жиналып отырмыз. Барлықтарыңызға да бүгін құтты болсын. Ал енді мына төрде отырған құдалар, сіздерге айтарым, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ағайындар, сәл тынышталсаңыздар. Ал Әмір, салтанат, бүгінгі мына балдарыңның отау тігіп, қожалық болып жатқанда құтты болсын барлықтарыңызға да. Ал енді біздің тілейтініміз тек қана жақсылық. Мына бүгінгі осы сөз сөйлеген ағайындардың барлығы жақсы тілектер айтты. Енді тілектер қанша айтса да көпшілік көптік етпейді. Сол тілектерге тағы да қосымша бір тілек айтқымыз келіп отыр. Ал енді абай балам, келін Насиба, бақытты болыңдар. Осы Қазақстан елінің ең үлгілі жанұяларының бірі болыңдар. Келесі жылы Құдай қаласа, Әмір ағалардың үйінде бесік тойына жиналу барлығымызға Алла нәсіп етсін. Құрметті жолдастар, салам алейкум. Мен өзі Әмір келін алады дегесін самолеттен ішіп келдім десе. Әміржан, салтанат тойлар құтты болсын. Жастардың дені сау болсын, бақытты болсын. Мен Әмір үйленгенде де тойлағанмын мен. О кезде басқаша еді бірақ. Енді той қыласын, жастар бақытты болсын, дені сау болсын. Тілейтін сол. Ассаламағалейкум, кеш жарық құрметті қонақтар. Бүгінгі Әмір мен салтанаттың шаңырағындағы шаттық күн құтты болсын деп келген, алыс жақыннан келген ағайындар. Әрқашан отбасыларыңыздан мерекелі күндер өтсін. Бүгінгі Әмір мен салтанаттың шаңырағындағы Ашиловтар отбасындағы қуанышты күн құтты болсын. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болып, шаңырақ құрған балдарымыз бақ берекелі болып, бүгінгі берілген және айтылған тілектердің бәрін Алланың құлағына шалынып, періштер аумин десін. Әрқашан отбасыларыңызға амандық тілейміз. Ал енді мынау Қадыр Мырзал ағамыз осындай ұлын үйлендіргенде былай бір әңгіме бата берген екен. Я Алла, не берсең де арнап бер, алтын балық ілінетін қармақ бер, қосылған екі балама бақ пен береке бер, бірақ соның бәрін сақтап тұратын кішкентай ғана салмақ бер деп. Балдарымыз бақ берекелі, салмақты болсын, құрған шаңырақтары мәңгілік болсын. Құдалық 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болып, келесі жылы мынау Дәкең айтқандай шілдехана тойды
осындай көңіл күйде тойлауға Алла баршамызға нәсіп етсін. Той құтты болсын. Ал енді мына жерге келу бар, кету бар деке. Бағанадан бері бір ән айт деп жүр енді. Бір ән айтып жіберейін. Иә, Ұшқұдық пен Сарапшан, Тамдыбұлақ Астанам деп. Біз енді мына Тауелібай деген жерден келгенбіз. Иә. Сондықтан енді сол елде жүргенде шығарған бір әніміз Ұшқұдық, Сарапшан, Тамдыбұлақ деп, негізі алтын өлке деп аталады. Олай болса, қабыл алыңыздар, бір қошемет болсын кәнеке, қошемет қайда қайын. Күйдің алсаң ләззатын, жырдың татсаң шәрбатын, барма сенің арманың, кең жайлаған қазағым. Ұшқұдық пен Сарапшан, алтын орда мекені, Тамдыбұлақ Астанам, атыңды айтып мақтанам. Ұшқұдық пен Сарапшан, алтын орда мекені, Тамдыбұлақ Астанам, атыңды айтып мақтанам. Жастарың бар жайнаған, бүлдіршіндер ойнаған, бәрін беріп нәрін берген, қызыл құмдай кең далам. Ұшқұдық пен Сарапшан, алтын орда мекені, Тамдыбұлақ Астанам, атыңды айтып мақтанам. Ұшқұдық пен Сарапшан, алтын орда мекені, Тамдыбұлақ Астанам, атыңды айтып мақтанам. Мекке, Мәдине, Венеция, Парижде, туған жердің шөліндей, ыстық емес әрине. Ұшқұдық пен Сарапшан, алтын орда мекені, Тамдыбұлақ Астанам, атыңды айтып мақтанам. Ұшқұдық пен Сарапшан, алтын орда мекені, Тамдыбұлақ Астанам, атыңды айтып мақтанам. Той құтты болсын! Шаңырақтан шаттық кетпесін! Бәрекелді! Жаңа құдалар, сіздердің мына құдаларыңыз сол Тауелібай елінде Киелі Аяқұдық деген елді мекен бар. Міне осы отырған құдаларыңыздың, құдашаларыңыздың барлығы сол ауылдан шыққан жандар бәрі. Қазір міне сол ауылға арналған бір ән бар. Қазір енді барлықтарыңызды биге шақырамыз. Давай, маэстро, музыка. Саңғырын тоғын сары, жаныма жол береді. Аяқұдықтың тастары, шылының жол жолдары, тарқамай бала думаны, жаратын тісті жаздада, Қарақұдықтың сулары. Жандары гүлдей ашылып,
киелі дала тасы қой, аяқ қодығымыз жұртым, жандары гүлдей ашылып, жандары гүлдей ашылып, киелі дала тасы қой, аяқ қодығымыз жұртым, жүрген бір жанды күйлі. Кететін алып аспаны, бұршақтың қары жауғанда, оқудан қайтып барғанда, жете алмай талай жол күттік, алда берген мен ауданға. Жандары гүлдей ашылып, киелі дала тасы қой, аяқ қодығымыз жұртым, күндерген жүрін ашылып, жандары гүлдей ашылып, киелі дала тасы қой, аяқ қодығымыз жұртым, gönlüme gönül basılır. Jandары gülü yaşılır, kiyeli dala tası koy, аяқ қодығымыз жұртым, көңілде жүрген тасаттым, жандары гүлдей ашылып, киелі дала тасы қой, аяқ қодығымыз жұртым, көңілде жүрген тасаттым. Ай, бәрекелді, рахмет, алдастырған басына жайғасып алыңыздар. Ай, бәрекелді, рахмет, ал енді құрметті қонақта бір кішігірім ойын ойнасағы ортада бәрекел. Сондықтан маған қазір бір 3 қыз, 3 жігіт бар ма осы жерде? Я, Абайдың аға жеңгелерінен болса да бәрі-бір. 3 жігіт, 3 қыз керек бәрекелді. Нағыз жібересіңіздерші бері қарай. Түрт жіберіңіз, келіңіз, сен кел демесі. Кел. Кеттіген, бүгін той, бүгін қуаныш. Шығауға жүгір. Шығауға, келіңіз ортаға қарай келіңіздер. Кел бауырым, сен де кел. Кел. Ай, жоқ деген әңгіме жоқ, жүріңдер. Шындыма бүгін той, бүгін қуаныш жүрей. Ән айтқанда, ай, билеудің қажет жоқ жүр. Ой, наварды сүйреу көп болды, кәдімде құрсын. Рахмет. Келіңіздер, мына жақта бар ма жігіттер? Мына, осы бауырым шығады ғой дейм, жүз. Мынаның бәріне не болған? Құдалар жақтан бар ма? Құдалар жақтан. Менен әркімге барып жалынып жүрмейін, тездет шығыңыздар, келіңіздер енді. Келіңіздер. Кел, мына жігіт жіберіңіздерші. Сосын, неден бір қыз жіберіңіздерші. Келіңіз, сіз келіңіз. Құдаша, жүріңізші енді, ой, құрсын. Жүріңіз. Құдашаға қошемет ұрып қойыңыздар бәрекелді. Ай, сіздер ма? Келіңіздер, я. Қанша болдық өзі? Та бір 2 кісі бар еді ғой, қайда ол 2 кісі? Жоқ па? Болды ма? Кеші ой қарындасымасы грушаңды қой отыр, сосын жейсің, қайтып келіп жейсің. Жүр аға, жүр. Неді баған жігіттер толып отырып? Мейірбек баған қайт шықты ғой, қойшы, Мейрамбек тойыз. Кеңіш, кім бар? Кел аға, міне. Так, 2, 4, 6 болдық, ай бәрекел, 3 жігіт, 3 қыз ғой. Ал енді ортаға, сіз ба, сіз тұра беріңіз ана жақта, мына кісілем ойнай саламыз ғой. Гран Шоу ансамблі шақырамыз, келіңіздер қыздар. Ай бәрекел. Сөйле тұра беріңіздер. Ал енді сіздерге тапсырма бұлай. Қазір ана жерге бір қыз, бір жігіттен ортаға кіргізіп отырамыз. Бір-бірден. Ана қыздармен бірге бірлесіп, қазіргі жастардың тілмен айтқанда флешмоб билейсіздер. Кім қыздармен бірге синхронны жақсы билейді, сол жеңімпаз. Келістік қой,
Кеттік ендеше. Бірінші қыз ба жігіт па? Ұл ма? Ұлдан бастаса кім басса? Аға кеңші өзіңіз. Ой, рас. Білек сыбанттығы кәдімде орта қарай. Кеңші. Сіздерден қошемет болсын. Кеттік маэстро, жүйір қанеке. Романтик, басымда кепка, үстімде один. Қошемет қайда, қошемет қанеке. Сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типа на стиле, қызыл жасыл түрлі лосин. Жігіттерден біздің қалыспауда, үстінде пиджак цвета малина. Миллиондер бәрі жас пенен кәрі, колонкада Шатуновтың әні. Жалбыраған шаш сол кездің сәні, ауызда қызыл виноның дәмі. Хай, бәрекелді. Рахмет. Қалай биледі? Білмейм, алдынан қалай болған білмейм, бірақ артынан зор болды десең. Қанеқа тұра беріңіз. Рахмет, қыз керек бол керек па? Ол қыз ба? Қыз болса так, құдаша, келіңіз. Ал, кеттік. Маэстро, жібер. Яха би хога, ваха би хога. Қошемет қайда құдашаға? तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा Ой, бәрекелді. Рахмет, биш емессіз ба сіз? Ана қыздар сізден қайталады, сіз олардан емес кәдімгідей. Мықты екен деп құдашаға бір қошемет ұрып қойшы бәрекелді. Ай, малағыз. Ол керек па, қыз керек па? Қыз дейді. Тәтеміз келсінші кеңішті де. Кеңіз. Ой, бәрі шығасыз ғой. Бәрі кәш шықтыңыз де, кейін шықтыңыз де. Ой, жарасады. Сізге наоборот жарасады. Келіңіз. Ой. Сізге, жоқ, ондай болмайды, отыра берсеңші. Ал кеттік, маэстро, жібер. Кеттік ал. It's time for Africa, Django, Django, Samina, Mina, Sankalewa, Anawa, Django, Django, Samina, Mina, Sankalewa, Ай, бәрекелді. Әне жастардан кем билемейді кес қой бәрекелдіні. Не деген мақты білет? Бір қошемет ұрып қойыңыздашы бәрекелді анамызға я. Әне апаларым өз тұрып кетті ана жақтан сіздің бейіңіз көріп ба? Кәніз ана ортаға, ұл ма қыз ба? Ұл ма аға бергеңіз енді. Ба, тәтеме күліп тұрады, прикол ұстап. Өзінше прикол ұстап күліп тұран ерді. Ал, кеттік маэстро. Жібер. Ортаға тұрсаңшы. Да, мальчик, я на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мною управляй. Давай, позиции меняй. Хочешь, стану вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд, это очень приятно. Не плевать на твое ЛВ, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Рахмет. Не аяқтың ұшымен саусақтың ұшынан басқа ештеңе қозғалмай бірдеңе осыды. Рахмет, өшіре тұршы. Кесеңізші жағдай. Кесеңізші. Ана қыздар беліңізден келеткен бір ат дүші билемейсіз баға? Я билеу керек еді.
билеу керек бет, негіз басынан қойып берейін ба? Кет, басынан жіберші осы музыканы, давай. Қал, болды ма? Мә, кәнді чырлап кетті қыз құрсын кәнді. Жақсы ал, қыз бол ма? Ау, ол дейді. О, кел, құда балаға қошымет кәнеге. Құда бала. Кеттік ортаға шыға қой, кеттік маэстро жібер кәнеге. Ал, құда бала кет кәнеге. Не верь, не обещай, не говори прощай. Адьос, лето напролет, пусть было горячо, но не сгорай. Еще все будет так и знай. Shake your body, body, 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 shake your body. Bile kет kararı. Bilesi. Рахмет, қолың сош, бүйтіп өз алдыға. Сош, жүрш бүйтіп кәдімде. Жүрш, жүреді екенсіз ғой, ашылады екен ғаның барлығы. Белесі, кәдімгідей. Жақсы бәрекелді, рахмет, құда бала қошемет. Соңға, ке, дос қызы ғой дейме, бәрекел қателеспесем. Кері ғой, ортаға кел, соңғы болсын. Ал, жарты тасташ кәдімгідей. Кеттік маэстро, жіберген екен. Денег мне тоннами, столько же мне уважения дай. Делим ровными долями, с братьями ловим движение вайб. Сотни мы превратим тут 200. У себя внизу наверх, тестим, весь мир тухнет действием, пусть весь мир тут тусим. Тестим, весь мир тухнет действием, пусть весь мир тут тусит. Ой, аны бәрекелді қошемет рықпайыңыздар. Ой, жарықтық, абайла. Рахмет, кел. Ой, молодец. Ана көйлегі қысқа болғанда билейтін ет бір қошемет рықпайыңыздар, бәрекелді. Не деген кәдімгідей. Ал, рахмет. Енді дауысқа салайға, кім қалай билеткен гран-шоу ансамбль қыздарына рахмет, бәрекелді қошемет рықпайыңыздар. Ал, сәл бір қадам алдыға жылжыңыздар бері қарай. Кімнің қалай билегенін дауысқа салайық. Аға, подарка беріп жіберіңізші, ренжімесеңіз, ана жаныңызда тұр. Ал кет, бірінші ағам қалай биледі? Рахмет. Ағам, қошемет күтіп тұрған сізді ақмақсыз десең. Жақсы, тәтем қалай биледі? Ай, бәрекелді. Рахмет. Ал, ағамыз қалай биледі? Әне, ай, молодец. Ал, достар қалай биледі? Ай, молодец. Құдашағыз қалай биледі, құдашағыз? Ай, бәрекелді. Құда бала қалай биледі? Рахмет. Ана бір столға рахмет айт қайта өзің барып отыра қалды. Подаркілерін тарат жіберіңіздер, бәрекелді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Бүгінгі жеңімпаз ағамыз бәрекелді. Қошемет рахмет, бәрекелді. Ай, молодец. Жағасы өріңсін. Кезінде қазақтың тарихында өткен Лұқпан хакім талай хандыққа өзінің уәзірлігін, ақылдығын айтқан. Лұқпан хакім өмірден өтіп бара жатып, баласына бір жапырақ хат қалдырған екен. Балам, мына хатты мен өлгеннен кейін ашып оқы деп. Содан әлгі Лұқпан хакім күндердің күні жеткенде дүниеден озып, әлгі баласы хатты ашып оқып жатса, Лұқпан хакімнің бірінші аманаты күніне немесе жұмасына бір қыз ал деген екен. Екінші өсиетім, сен секунд сайын, минут сайын бал жала деген екен. Ал үшінші өсиетім, барған жеріңнен, тіпті тоқтаған аялдамаңнан бір үйің болсын деген екен. Содан әлгі баласы бір байлығын әкесінің күніне немесе жұмасына бір әйел алуға жіберген екен. Екінші бір байлығын секунд сайын, минут сайын бал жалауға жіберген екен. Үшінші байлығын бағанағы барған жерінен үй сала берген ғой. Сөйтіп күндердің күн өткенде әкесінің байлығы таусылып,
қазіргі тілмен айтқанда қайыршының күніне түскен ғой. Сөйтсе сол замандасы, әкесінің замандасы Лұқпан Хакімнің баласы екенін көшеде жатқан жерінен танып қойып, ей, сен Лұқпан Хакімнің баласы емессің бе? Мынандай халге қалай жеттің десе, әлгі бала айтқан екен, әкем маған 3 өсиет қалдырды. Бірі қыз ал деді, қыз алдым, бал жала деді, бал жаладым, үй сал деді, үй салдым. Міне, әкемнің байлығы бітті, осындай хәлге жеттім деген екен. Сөйтсе, әлгі Лұқпан Хакімнің замандасы ойланып тұрып, сен әкеңнің өсиетін дұрыс түсінбеген екенсің. Секунд сайын, минут сайын бал жала дегені, ол еңбек ет, нан тап, мал тап деген еді. Ал егерде күн сайын, жұма сайын бір әйел ал дегені, ол әйеліңді күніне немесе жұмасына бірлет, еркелет деген еді. Ал үшінші, барған жеріңнен бір үйің болсын дегені, ол барған жеріңнен, тіпті жаудың жерінен бір досың болсын деген еді деген екен. Сен әкеңнің өсиетін дұрыс түсінбепсің депті. Сол айтқандай, сіздердің өсиеттеріңізді ертеңгі күндеріңізге жалғайтын, болашақтарыңызды, оттарыңызды өшірмейтін салиқалы, иманды ұрпақтарынан өсиетінен бәрекелді. Тоқты болсын қареке. Осындай жіберсейші. Мане. Рахмет. Рахмет, ендеше құрметті қонақтар, тойымызға жалғастыра келесі тілек кезегін ортаға аға жеңгелері, әпке жезделері деп жазған екен. Ендеше Ерлан Гүли, Қалдыбек, Жұлдыз, Нұрбол, Еля, Гүлхан, Оразбек, Гүлсім, Әнуар, Гүлнұр, Жакон, Анар, Берон дейді, Тоқа, Махаббат, Әбді Құлғы дейме, Нышан Гүл, Айсылу, Қалдош, Жанат, Мерей, Айгүл, Балымжан, Раушан, Қазыбай, Назым, Бағила, Айдана, Рауан, Айдос, Аманай, Балнұр, Ерлік, Ақмейір, Қайрат, Мұхият, Әсел, Абзал, Саня, Мағжан, Эльвира сынды барша аға жеңге әпке жезделері шақырамыз. Келіңіз өрнеге билет. Құтірлікке құмартып қол боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырады. Туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар. Рахмет, ал, туысқандар, келіңіздер. Төрге қарай тұра қалыңыздар, тездетіп бір жаққа қарай. Рахмет. Бәрекелді, ал. Келіңіздер. Бір 3-4 адам сөйлесін, сонымен қалғанымыз осылайға. Бәрекелді, ал. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Міне бүгін сіздермен бірге тамаша, керемет, үлкен бір айтулы мерекені, тойды тойлап отырмыз. Менің әпкем және жездеме бүгінгі кенже ұлын үйлендіріп беріп жатқан думанды, дүбірлі, үлкен тойына құтты болсын айтамын. Абай, Насиба, көтерген отауларың биік, шаңырағы, керегесі кең, өте ынтымақты, ырысты, мерекелі, берекелі отбасы болуларыңды тілеймін. Алға қойған мақсаттарың орындалсын. Үбірлі, шүбірлі болыңдар. Екі жақтың ата-анасында тек жақсы жақтарыңмен қуантып жүріңдер. Және сендердің сондай өте өнегелі отбасы болатындарыңа сенемін. Бүгінгі айтылып жатқан барлық жақсы тілектер періштенің құлағына шалынсын. Барлығы орындалсын. Осында келіп отырған қонақтардың барлығының үйінде де осындай қуанышты күндер, жақсылықтар, тойлар бола берсін. Және әпке мен жездеме бұдан кейін де қуаныштарыңыз үзілмесін, тойларыңыз тойға ұласын, тек отбасыларыңызда жақсылық болсын деп тілек айтқым келеді. Рахмет. Рахмет, келіңіздер. Тағы кім? Құрметті қонақтар, құрметті құда-құдағилар, барлығыңызға біріншіден құтты болсын деймін. Абайым, жаным, бауырым, қосағыңмен қосағар жаным сол. Кішкентай ғана Абай сен дүниеге келген кезде біз сондай қуанып едік. Міне бүгін үлкен жігіт болып өстің. Құсыңды қолыңа қондырып отырсын жаным сол, бауырым менің. Міне құрметті қонақтар, міне менің Әмірхан ағамды мақтаватсыздар, коллегасы. Менді мақтанып қояйын. Біздерді семьямызбен зиялы қауымбыз.
біз барлығымыз мұғалімбіз. Біздің атамыздан бастап мұғалім болған, біз соның өзін жалғастырғанбыз. Жиендерімізге дейін мұғалім. Міне бүгін Астанадан келіп отыр, мен Екібастұздан келіп отырмын. Мен Әмірханның, Темірхан деген ағасының қызы болам. Әмірхан менің ағам. Міне Әмірхан аға, тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, осылай әдемі болып, жап-жас болып жүре беріңіздер. Салтанат жеңге, мен сізді жақсы көрем. Менің Салтанат жеңгемді зиялы қауымнан, папасы мұғалім болған, менің Салтанатымның. Бақытты болыңдар. Не деймін, інілерінің де барлығы мұғалім. Енді сіңілдері қысқартып айтқанда, біз зиялы қауымнанбыз. Біздердің атымыз Ашиловтарымыз мақтанғаным емес, және біз барлығымыз музыкантпыз. Самоучка дейді ғой. Біздің менің әкем баянист болса, Әмір ағам Ямахада ойнайды, домбырада, гитарада ойнайды. Мына жерде Кенжебай ағам бар, Парух Закиров шашы бар. Ол да музыкант, институт бітірген Бұхара қаласында. Міне мына жерде екі інім бар, Нұрболым, Қалдышым. Бұлар да музыканттар, жиендер. Мақтанып алайын да. Сонша нетіп келіп, сонша Екібастұз қаласынан абайым үйленіп жатыр деп, кішкене ауырып қалдым. Абайжан кешірерсін. Жарайды, барлықтарыңызға да бақыт тілеймін. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Ең бірінші, міне, төрге шыққан құдалар сіздерге, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Міне, төрге шыққандарың, төрден орын алғандарыңыз құтты болсын демекпін. Мен осы Ашиловтер отбасына жиен болам. Әмір ағамның ең үлкен әпкесі Айымханның қызымын. Мен де сол мұғалімдердің бірімін, енді көбірек сөйлесіндер деп сәл ренжімеңіздер, қысқартуға тырысамын. Абайжан айналайын, міне бүгінгі тойың құтты болсын. Баяғыда бір кісінің үйіне есік қағып қонақ келіпті дейді. Жаңа кісі есігінің алдына шықса, есігінің алдында бақыт, байлық, денсаулық тұр дейді. Содан жаңа кісі тоқтай тұрыңыз, үйде бірақ орын бар еді. Мен қазір сұрап келейін деп, жүгіріп барып, отбасынан сұрапты. Кімді кіргізейін деп. Әйелі бақыт дәулетті алып кір депті. Қызы, бойжеткен қызы бар екен, папа үйге махаббатты алып келіңіз дейді. Сонда анасы бар екен, үлкен кісі, балам денсаулықта келің, мен төсекте жатырым ғой деген екен. Солай бұлар бір-бірімен дауласып отырғанда, жаңағы есіктің алдындағы махаббат та, бақ дәулет те, денсаулық та кетіп қалыпты дейді. Абай, мен саған осы да мысалдан айтқым кеп отыр. Сенің үйіңде сол төріңе орналасатын бақ дәулет те, махаббат та, денсаулық та әрқашан орын тапсын деймін. Болды ма? Келіңіздер, сіз аяқтап беріңіз, мен аяқтайық. Осы жерде айтпай кетсем, негізі айыпты болам ғой деймін. Негізі Абай бауырым өзі суретші. Шынымен де бәрі отырған. Қай жақта кімдер бар? Абайдың нелері бар ма? Абай, жаным сол, жүрегім. Бақытты бол. Өмірде ең жақсы биіктерге жет. Мен өзіме не тілесем, міне жүрегімде саған соны тіледім. Ешқашанда мұңайма. Біздер бармыз. Сенің ағаң, әкең маған айтқан ғой. Мені үйреткен әнге осы тәтем. Тәтем деп айтам. Мен саған қанша өзіме бақыт тіледім, саған да соны тіледім. Болды. Рахмет. Бауырым, Абай жаным, міне кішкентай едің, міне өсіп, міне семьялы болып жатсың. Жаным сол,
бауырым, ізімнен ерген кішкентай ерім, арқалап өскен кішкентай кезінде. Алла сіздерге нәсіп екеуіңізге бақыт тілеймін. Үлкендердің тілектері қабыл етіп, мама мен папамның қуанышы болып жүре беріңдер. Мама, папа, балаларыңыз бақытты болып, осылардың қызын көріп, бақытты болыңдар. Ал, жақсы бәрекелді, аман болыңыздар. Бақыт дегеніміз құс ұшады да кетеді, тақ дегеніміз түс кіреді де кетеді. Байлық дегеніміз мұз, ериді де кетеді, мәңгі қалатын адал іс дейді. Істеріңіз адал болсын, ең бәрекелі, сіздерге де салиқалы иманды ұрпақтардың қатарынан болуды нәсіп етсін деген тілек. Ниет бізде бәрекелі, ендеше ортаға жиналып суретке түсіп алыңыздар. Содан кейін Қалдыбек ағамыз әдемілеп, туған жерге арнаған әдемі әнін арнайым деп жатыр бәрекелді. Сөзі әні ағамыздікі, бәрекелді. Ағамыздың өзінің әніне жазылған туған жерге арнау әнін қазір арнап беремін сіздердің аттарыңыздан. Аға, суретке түсіп алыңыз бірінші. Содан кейін микрофон беремін ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Тоқтап тұр, әнім тоқтап тұр. Міне бүгінгі мына жиналып атқан себебіміз мына екі жастың бақыты ғой. Нағашым Әмір ағам мен жеңгем Салтанаттың бүгін үйінде үлкен қуаныш. Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Бәріңіздің үйлеріңіз осындай тойлар бола берсін. Жаңағы мен айтып отқаным, жаңағы кісі айтып отыр ғой. Біздердің туылып өскен жерімізге арнап мен бір ән жазылған. Сөзі Қайрат Исаевтікі, әні өзімдікі. Аяқұдық, біздер Аяқұдықта туылып өскенбіз, Өзбекстан қаласы Тамды районы, Аяқұдық совхозынан. Сол әнді қабыл алыңыздар. Маэстро. Тоқты осына ағайын! Самғырын таудағы самұрық салған ән, кешеге дейін жаңғырып тұрғаннан, аулымды керемет күйге бөлетінде, киелі ұстарда Аяқұдыққа тән. Ұйқымыз қанатын далада жатқаннан, аймалап самалы таудың күн батқаннан, көрдің бетіндерді тәтемнен келетін, жарықтар беймәлім Аяқұдыққа тән. Тау бесік туған жер Аяқұдығым, асыр сабалысқан балалық күнім, ыстық аптабында қара суығында сағындым ауылымның айлақ түнін. Тау бесік туған жер Аяқұдығым, асыр сабалысқан балалық күнім, ыстық аптабында қара суығында сағындым ауылымның айлақ түнін. Аяқұдық! Аяқұдығым суы балаққан, сіміре саласың жаныңа жақаннан. Сырғанақтаудағы тастағы белгіде, қорған төбелерде Аяқұдыққа тән. Барлығы бауырдай, жандары жайсаң, шаншылған уықтай бірлігін айтам. Қай жерде жүрсек те, жүректе мәңгіге, туған жер төбінде Аяқұдықтан. Тау бесік туған жер Аяқұдығым, асыр сабалысқан балалық күнім, ыстық аптабында қара суығында сағындым ауылымның айлақ түнін. Тау бесік туған жер Аяқұдығым, асыр сабалысқан балалық күнім, ыстық аптабында қара суығында сағындым ауылымның айлақ түнін.
шақырайық. Бірінші қыз жолдас пен ұл жолдастан бастайық. Бәрекелді, келіңіздер ортаға қарай. Екі жастың достарына келіңіздер. Биле ортаға тезістегендер. Класста, сыныпта, класс достар, бәріңіз келіңіздер. Рахмет, бәрекелді. Ал, қыз жолдас пен ұл жолдас бір ғана малға шығайық, тездетіп тағы да бір жігіт пен бір қыз шықсын ортаға қарай. Сөз сөйлейтін жігіттерден біреу, және қыздардан біреу сөйлесін. Қыздардан біреу сөйлесін. Ай, бәрекелді, осы төрт қыздың сөзін естейік, содан кейін аралай тойып жалғастырайық. Абай Насиба, бүгінгі отауға тұрған күндерің құтты болсын. Жалпы бақыттың ішіне бәрі сыйлық дейді ғой, бақытты болыңдар. Абай Насиба, бүгінгі айтып жатқан тілектеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Өмір атты тіліңізден бақытты күймен жүзіп өтулеріңізге тілектеспін. Абай Насиба, осы тұрып жатқан отбасыларың құтты болсын. Берек отбасы болыңдар, елге тек бақыт пен шаттық қана тілеймін. Келгендерің тең, терезелерің тең, берек отбасы болыңдар. Ассалаумағалейкум. Абай Насиба, бақытты болыңдар. Ең бастысы тату-тәтті өмір сүру керек. Ең бастысы бақытты болу керек. Сондықтан да сіздерге мол бақыт, үлкен табыс және татулық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Ай, бәрекелді, басқа мен сөйлейтін едім деп қампенген ешкім жоқ па? Арт жақта, жаңағы кеш бар, осындай бар ғой. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Апай ағай, келіндеріңіз құтты болсын. Барлық жақсылық болсын отбасыларыңызда. Осындай үлкен хан сарайда той жасап, шақырғандарыңызға көп рахмет. Абай Насиба, барлық жақсылықты тілеймін. Абайға сенемін, ақ көңіл жігіт, группаласымын. Барлық жақсылық болсын, отбасыда осындай қуаныш болсын. Рахмет. Танагөз толқын қыздың айтатыны бар еді. Өмір дейтін толқында ең бірінші кемелерің шайқалмасын дейді ғой. Сол айтқандай сіздердің де сол бір өмір толқында ешқашан кемелерің шайқалмасын. Толқын тағдыр сынайды, қайық күші дейді солға. Сынаған кезде сынға сынып кетпеңіздер бәрекелді. Ең бастысы осы еліміздің бір жеріне тіреу болатын азаматтар мен азаматшылардың қатарынан болыңыздар бәрекелді. Аман болыңыздар. Енді аға, келіңіз ортаға жиналып, балаңыздың достарымен әдемі бір суретке түсіп алыңыз аға. Анамыз екеуіңіз келіңіздер, ортаға алып әдемі бір суретке түсіңіздер. Содан кейін келесі. Рахмет, алайда құрметті қонақтар, қазақтың тағы бір әдемі салты той бастар дейді. Той аты той бастар, неге тойдың соңында беріледі көп айтып жатады дегенмен де келген қонақтардың әулетінде дәл осындай той бастар болсын деген ниетпен той иелерінің той бастарын қарсы алыңыздар бәрекелді. Әкеліңіздер әнеке. Жібермеңіздер. Той бастар. Қазақ
тура 5 сағат бойы сіздердің тілектеріңізді тапжылмай тұрып тыңдады. Енді 5 минут сөйлеген той иелерінің тілектерін ешқандай шусыз, ешқандай даусыз тып-тыныш отырып тыңдасақ деген тілек ниет бар еді. Сондықтан Алла Әмірхан аға, бірінші сұрақ сізге, той ұнады ма сізге? Ұнады ма? Ұнамаса айтыңыз, бастан басы еттеп жатқан ба бәрекелді. Ал енді сізде бірінші сөйлеміңізді ме деп айтты, кімнің абайдың жеңгелеріне бірінші сөз кезегі беріп олайға дейміз. Келіңіздер, бір ауыз сөз сөйлеңіздер. Енді қызметте жүріп ары бері жүгіріп жүрген кісілер ғой бәрекелді. Сондықтан да бір ауыз сөз сөйлесін, содан кейін барып сіздер әдемілеп киіндіріп беріңіздер бәрекелді. Ал, келіңіздер. Құрметті қойшыл қауым, міне бүгін біздің отбасының қуанышына жиналып жатырсыздар. Барлықтарыңыз өмірде ең бастысы уақыттың алтын уақыт. Сол алтын уақыттарыңыздың қиып біздің қуанышымызға ортақ болып келгендеріңізге барлықтарыңызға алғысым шексіз. Енді той болған соң кемшіліксіз болмайды. Сондықтан кем кетігі болса, түзетіп, сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Кешірім сұраймыз. Көптің көңілінен шығу оңай емес. Барынша қолдан келгенше сіздердің көңілдеріңізге шығуға тырыстық. Сондықтан сіздерге осындай қуанышты той жұғысты болсын. Ал қайным бекжігі, келінім Насиба, көтерген шаңырақтарың берік болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Әулеттің Насиба саған тілерім, әулеттің ең адал, ең жақсы, ибалы, инабатты келіні бол. Біздің әулеттің барлық келіндері сол үйдің отын түтетіп, әлі күнге дейін отын өшірмей келе жатыр. Сол үлкендердің жолын екеумізге берсін, екеуміз соны жалғастырайық. Сондықтан бүгінгі біздің қуанышымызға ортақ болып келгендеріңізге шын көңілден рахметімді айтамын. Рахмет. Құрметті қонақтар, енді тыныш отырып негізгі той иелері, яғни Салтанат анамыз бен Әмірхан ағамыз тыңдайық. Аллаға өзіңізде айтатын өкпен аз болса, әкелген подаркалар аз болса, бәрін айтуға рұқсат. Ал кеттік. Құрметті қонақтар, құдағайлар, қош келдіңіздер. Бірінші барыңызға рахмет айтамын. Мына біздің қуанышымызды, тойымызды келіп бөлісіп жатқандарыңызды. Қуаныш бөлісе көбейді дейді ғой. Барлығыңызға да шын жүрегімнен рахмет айтамын. Сосын балам Абай, келінім Насиба, бүгінгі тойларың, үйлену тойларың құтты болсын. Бақытты болыңдар. Әр уақытта күліп ойнап жүргендер күндері барлық қуанышты болсын. Тату-тәтті өмір сүріңдер өмір бойы. Тек тойларда жүріңдер. Тойымыз тойға аласа берсін. Барлығыңызға да рахмет. Кешіміздің себепсі оған екі жас. Екі жастың құда-құдалар, жаңадан келген құда 10 жылдық, 500 жылдық дейді ғой, көбе шыққандарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, осындай екі үйдің ортасында той болып жүре берсін, бір-бірімізге бағыс берсін, арта берсін, сыйластықта болайық. Ал мына алыс жақыннан келген ағайындарым, менің мына абысындарым, қайнаткелерім, бауырларым, құда жекжаттарым, көршілерім, балдарымның жора жолдастары, коллективі бәріне рахмет, үлкен рахмет, ризамын сіздерге. Сіздерге рахметім, сонша басымды иіп, рахметімді айтамын. Ал екі балам бақытты болыңдар айналайын. Көзімнің Абайым көзімнің ағы болса, Насибаның көзімнің ағы болсын. Екеуі қарын жазылмай айналайын. Ата-енелерінің қызметін жақсы жалғастырып, бізге немере сыйлап, үлкен шаңырақ болыңдар айналайындар. Тек қана бақыт тілеймін айналайын.
жүздерімнен күлкі кетпесін жандарым. Көтерген шаңырақтарын биік, керегесі кең, іші толған бала болсын. Ал екі жаққа ауызбіршілік бақыт тілеймін. Ай, бәрекелді. Рахмет алайда, құрметті қонақтар. Қазақ айтады екен, мұржасынан түсіні үзілмейсін, ошағынан қазаны түспесін дейді екен. Себебі мұржасынан түсіні үзілмейтін, ошағынан қазаны түспейтін дейді, ешқашан қызыр бақыт береке, ешқашан кетпейді деген екен. Сондықтан да сіздердің әулеттеріңізден ешқашан мұржаларыңыздан түптеріңіз үзілмесін деймін, ошақтарыңыздан қазандарыңыз түспесін деймін, қызыр бақыт береке, әрқашан төрлеріңізге қонақтасын дегеніңізге тілек ниетмен де бәрекелді. Аман болыңыздар. Бармаңыздар, бір ауыз ба? Bir ауыз сөз сөйлеңіздер. Мен айтайын деген біздің ерген бақытты болыңдар. Бәріңізге рахмет, сыйлап келіп отырғаныңызға, нағашы, қайынды, көрші, ағайын, сіздерге де рахмет. Ең жаман күндеріңіз осындай той думандарда кездесіп, ойнап күліп. Абай, бақытты бол, сүйіншіл бол, сіздер ойнап күліп жүгіріп жатқан. Ай, бәрекелді, рахмет. Сіздердей текті, сіздердей рухтердің алдында өнер көрсеткен менде де арман жоқ, бәрекелді. Сіздермен танысып, сіздермен бөлісіп, сіздердің ақ баталарыңызды, ақ ниеттеріңізді алып отқан менде де арман жоқ, бәрекелді. Енді сіздермен тойдың басынан бері танысып жатыр ғой. Сол бір бойы 5 сағат бойы тойда сіздерге қызмет көрсеткен жігіттермен бір ауыз таныстырып өтейін, бәрекелді. Ендеше сіздердің музыкамен әдемілеп сәндеп отырған Ерлан бауырыма бір қошемет қойыңыздар, бәрекелді. Және де бүгінгі күндеріңізді ертеңгі естелікке қалдырып жатқан фотограф камера жігіттерге сіздерге және де сіздерге аяғынан тік тұрып қызмет көрсеткен осы жердегі дайыншық қыз жігіттер сіздерге көптен рахмет. Алла разы болсын, бәрекелді. Рахмет. Енді өзіме келетін болсам, менде қалай сық болады, Мұқағали айтады екен ғой. Айтамын, айтам қайталап, тұлпарлы жердің ұлымын, ақтозаң боран күндемін, аязды аққар түндемін, тұлпарларымен біргемін, іздесе мені кімдегім сол жерден келіп бір көрдім. Сол айтқандай менде Райымбекте ерді, Мұқағалидай белді, Алтынбек Заманбектей оғлан қасқыр бөрілерді, айтыскер Оразәлі тудырған төбесіне төле би, төрергелді ұлы жүздің ішіндегі төл баласы, албаннан тараған жер жәннаты жетісудың төрі, Нарынқол дейді мекенді мекен еткен. Бұлайша айтқан кезде мен қазақтың баласымын, албанның чажасы болып, негізгі мамандығым журналист, есімім Талаптан болады, тегім Иманбай болады, бәрекелді. Сіздердің алдарыңызда тамадал қызметін алып жатса бір қошемет қойыңыздар, бәрекелді. Соңғы сөз қазір берем, я. Асықпаңыздар. Соңғы сөзімізді бақытпен камер аяқтайық. Шаңған алау, жаныңды жайғылама, бақпа сорма батайын қайғынаңа. Қақ жарылып кетселі қан жүрегім, қуанышыңа ортақпын, қайғыңа да бәрекелді. Рахмет! Көрісіңіз! Ай, бәрекелді, рахмет, құрметті қонақтар. Бақытты болсын. Ендеше билейін десеңіздер би бар, подам десеңіздер би бар деп қойшы, бәрекелді. Жібермейсіздер.